Ошон корккандан сүрөбөр дейт, ишенем ишенем. А ол жүрөт дейт. Акшанын жартысын алып алат да дейт, сол менен созуп жүрөт дейт. Розанын өзү испете алмай туруп кайнысына. Заттарын. Кайда істеп өзім алып заттарын өзім. Істеу 700 000 теңге затын өзің ал дейді да. Ал затын да бәрін өзің ал дейтін болсаң 1 750 000 деп тұр. Соның миллион кетіп қала ма затына деп отырмын да мен. Мысалы, заңғар нені қойдырды, ол жаңағы фильтрді қойдырды сыртқа да. А болат қойғызған жоқ, фильтр үйде тұр. Сырттағы зачем дальше колонканы қойдыра салды. Ол суда бар. Барбекю мен несі, ошағы, бәле батары бәрі жаңағы посуда жуатын раковинасына шейін. Бір ошақты 200 000 есептеп тұр ғой. Бір ошақты ма? Бір ошақ, 3 ошақ болып тұр ғой менде. Камин болып тұр, барбекю болып тұр, 2 қазан болып тұр. И ары қарай жаңағы сушилкасы, быцақ жуатын жері, газ плитасы, қамыр жаятын жер бар менде. Сомен 1 750 000. Қазақтарына? Қазақтардың бір жаман жері созып жүреді ше. Өзімізге тиіп қазақ десек. Сондай созылады. Ана орыс 3 күннің ішінде азанда ерте келеді дейді, 6-да келеді, кешкі 6-ға дейін тарсылатып бітіріп кетеді деп 3 күннің ішінде бітірді ол. Ал мына Болаттікі жаңағы төбесінде әңгірді аяқ ойнатып отырып кетті ол ше. Инста парақшаңыз жылы. Баласы әкесі сияқты істей алмайды дейді. Босауда ғой. Әкесі ішпейтін тұғын дейді, баласы 100 грамм тартатын бар екен дейді, жолдас балама айтқан тұғын ғой дейді, жақып бапты деп. Жаны шығып отырған бар. Елуіне бәле бар ма 700-ге түседі байғаласын күлікті. 800-ден 700-ге деген аңғармыз. Мен түсінбей отырмын. Кеше өшіріп тастадым дедім, бүгін алмадым дедім. Шынымен қорқытты ма өзі сені, жоқ әлде осы сен осылардың адамы болып жұртты андай қылып отырсың ба? Адам жазғанды скриндап қояды, нөмірін алып қояды ғой, ертеңгі күні алдыңнан шығатын нәрсе ғой бұның бәрі. Жұрттар жастар басын көтермесін деп сен де просто солардың адамы болып жұртты қорқытып отырсың ба? Қашайын деген кегет, көтіне таяқ тиіп еді деп жастар өзі қайға қарап қашарын білмей отқан ақта, сен де солардың адамы болып жұртты қорқытып отырсың ба? Сағайды ба? Мен бұл жерде просто комментарий тыңдайтын адаммын. Лично өзіме мен Қаратауский акиматтан не үшін сен олай жазып жатсың, не үшін сен былай жазып жатсың деп ше. Маған да күйеуіме де звондап ше. Оны немеге өйтіп ұйымдастырып жатсыңдар, оны әкім айтты ғой, үйтті ғой, бүйтті ғой болып жатыр ғой мысалға да. Анығын айтқанда ше, мына жерде отырып әр районный акиматтан ше. Мен даусымды да, өзімді де, жұмысымды да біліп таниды ғой. Отыр мына жерде управлениенің де адамдары отыр. Контактымен сохранить етіліп тұр да мысалы нарада ше. Оның қайсысы айтып отқанын қақтан білесің мына жерде? Конкретно сөйтіп угрожать етіп отқан жастар айтсаңдаршы, неғып үйтесіңдер. Мынау мен угрожать етіп, мені лично Қаратауский акиматтың заңы звондады мысалға да. Айта аламын любой жерде ше. Налайын, апа, маған етіп өтірік әңгіме айтпай қойыңызшы. Жастар көтермесінде бірдеңе емес. Мен айтып жатырмын, маған жазды деген жоқпын, өшіріп тастадым деген жоқпын. Маған басшылыққа звондаған дедім. Басшылыққа звондаған, басшылық азанда жұмыстан мені шақырып, сондай деп айтып жатыр дедім. Басынан бастап дұрыстап оқып қарасаңшы, мен ештеңе өшіріп тастадым деп жазған жоқпын. Соны айтам, қорқытып болған екен, неге қорқып отырсыңдар? Мен түсініп отқан жоқпын, жастар сендерге. Жасым менің 60-тан асып кетіп 70-ке таянған, мен бір Алладан қорықпасам ешкімнен қорықпайды екен. Мен сендер жаққа просто сендерге жаным ашқаннан отырмын. Маған дым қызық емес болмаса мынау ше. Просто қазір арасында менің домымда мен өзім шыққаннан Астанадамын. Менің домымдағылармен менің әлі контактым бар, мен әлі шығып отырмын. Не болғансыңдар, не қойып айтыңдар, ашып-ашып, мені қорқытты, мені